Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Кімде кімнің аузынан салауат шыққан болса, біле берсін, ол Алланың сүйікті құлы деген, сүйіктісіз. Қалай? Пайғамбарымыз хадисінде дейді, маған бір салауат айтсаңдар, Алла Тағала сендерге неше айтады? 10 айтады дейді. Маған біреу айтсаңдар, сендерге Алла 10 айтады дейді. Демек, Алла маған 10 айтады. Кім үшін? Мен пайғамбарға айтқан үшін. Сонда Алла маған айтты деген сөз 10 айтты. Мен бақыттым ба? Бақыттым. Алла сонда бір пендесін сүймесе, сен бақытты емессің демесе, оған не айтпау керек онда? Не айтпау керек? Онда айтпау керек онда. Онда Алла айтпайтын болса, оған нені айтқызбай қояды? Біреуді айтқызбай қояды. Біреуді айтық бол, Алла Тағала бір пендесіне бір салауат айтқызып қойса, онда Алла оған не айту керек болады? Онда айту керек болады ғой. Енді оған онда айтқызы келмейді, ол сүйікті құл емес, бақытсыз құлы. Мейірімнен ашуына кеткен дейікші. Ашуына кеткен болса, оның аузына бір салауатты сала ма? Салмайды. Неге? Салып қойса, оған нені айту керек болады? Алланың 10 салауаты не деп ойлайсыз ол? Алланың 10 салауаты ол не деп ойлайсыз? Бір салауаты жетеді дейді негіз бізге. Бірақ Алла Тағала кім үшін? Айтқан мен үшін емес, айтылып жатқан Мұхаммед үшін онда айтады деген. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтсаңыз, соның сыры. Айтқаннан кейін осында бір ерекшелік болады. Алла Тағала оны өзі жасаған. Бірінші сыры. Өзі істеген, өзі айтқан. Жалғыз құлшылық бар, Алла бұйырады, бірақ істемейді. Намазды істеді ме Алла Тағала? Жоқ, намаз оққан жоқ Алла Тағала. Бірақ істе деп бұйырды. Ораза ұстасын ба? Жоқ, Алла сақтасын. Алла Тағала ораза ұстаған жоқ. Бірақ бізге бұйырған. Дұрыс па? Садақа беріледі, тағы басқа. Құлшылықтың бәрі осындай. Істеңдер деп бұйырады, бітті. Кім арқылы? Жибрил арқылы. Болды. Ал жалғыз осы бұйырған құлшылықтардың арасында біреу ғана бар, өзі істеп барып, өзі сөзін барып бұйырады. Ол қайсы? Салауат. Біреу ғана, басқа құлшылық жоқ онда. Бұл құлшылық болып есептеледі. Қайсы? Ас-салауат. Ахзаб сүресінің 56 аятын оқыңыздар. قال الله تعالى استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Расында Алла және оның періштелері салауат айтады. Алла кім бастаған сонда? Салауатты Алла бастайды. Сосын барып өзі бұйырады. Кез келген құлшылықты алыңыз, оның сауабы не жазасы? Әлі алда ойламаңыздар, мына құттанды оқыдық, машалла сауап қалтамда. Жоқ, бұл намаз үшін әлі қайда, орысша айтқанда әлі патет етеміз, әлі терлейміз бұл намаз үшін. Күннің соғына қарамастан, алыстығына қарамастан келдік қой, бір шаршадық па? Сауапты алдық па? Алдық. Бірақ сол сауапты әлі алу үшін дейді, қолымызға алу үшін әлі есеп береміз. Біткен жоқ бұның шаруасы әлі. Ойламаңыздар, қажылық бола ма зекет кез келген. Сөйтсек бірақ құлшылық бар екен, айттың бітті, сол кез алып қоясың. Ол не? Салауат. Ода жоқ, күтіп отырмайсың. Ертең барып, амал дәптерді ашып, так сен қандай ниетпен айттың, дәретің дұрыс болды ма, ұйықтап тұрдың ба, Фатиха сүресінің мағынасын түсіндің ба, тілің қисайып кеткен жоқ па, ойың бұзылып кеткен жоқ па? Жоқ, салауат онда жоқ. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад дедіңіз бе? Бірден беріледі, сол сәтте беріліп қояды. 30-ы осы дүниеде, 70-і ақыретте беріледі. Қазір аласың. Бірақ оған иманмен қарау керек. Қалай? Міне, Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад бітті. Мен алдым. Ода күдік жоқ. Сіз осы салауатты айтумен кімнің деңгейінде көтерілесіз? Періштенің деңгейінде көтерілесіз. Неге? Періште намаз оқымайды. Періштелер намаз оқымайды. Намаз оқу үшін олар дене болу керек. А олар денеден тұрмайды, нұрдан жаратылған. Нұр болды. Періште ораза ұстамайды біз сияқты. Ораза ұстау үшін шахват керек. Шахват дегеніміз тәбет.
жеу, ішу, жыныстық ондайдан пәк олар. Демек олар ораза ұстамаса, намаз оқымаса, не істейді? Олар жаңағы аятта тұрғандай салауат айтады. Сонда мен салауат айтумен, ол салауат айтумен екеуміз бір деңгейге көтерілеміз дейді. Бірдей боламыз дейді. Сонда басымызды қосатын намаз емес, ораза емес, зекет емес, қажылық емес, жалғыз құлшылық ол салауат, басымызды қосады. Сонда қараңыз, салауатпен кімнің деңгейіне көтеріліп келесіз? Періштенің деңгейіне. Салауатты айтумен мен сауап аламын, күнәмді кешіріліп, көптеген сауаптар берілсе, ал періште салауат не үшін айтады? Азықтанады екен. Періште нан, су ішпейді олар. Сонда періштенің азығы не? Салауат екен. Салауат айтумен олар не істейді? Нәрленеді екен. Салауатты біз Алланың өзіне тастайды екенбіз. Өзі сен айт деп. Ешкім айтпайды екен, мен айтып отырмын деп. Оған дәлел, салауатты айтқанда біз қалайда кіммен бастаймыз? Алланың өзімен бастаймыз. Қалайша? Аллахумма деп бастаймыз дейді. Сонда салауатта Алла зікір екеуі де бар дейді. Біреу сұрауы мүмкін. Салауатты айта бергенім дұрыс па, жоқ Алла деп зікір еткенім дұрыс па дейді. Салауатта екеуі де бар. Салауат қабыл болады кіммен? Алланың өзімен. Сол себепті салауатқа кіргенде бәрібір кіммен бастаймын мен? Алланың өзімен бастаймын. Қалай? Аллахумма. Мағынасы не? Я Алла деген сөз. Салауат сәлемді кімге жолда? Сен айтқан едің, сен айттың ғой осыны, сен бастадың ғой, сен өзің айт деп. Мен айтпайды екем. Мен салауат сәлем айтып жатырмын Мұхаммедке деп. Ешкім айтпайды екен жер бетінде. Кім арқылы айтамыз? Алланың өзімен. Сонда салауатта не бар? Зікір де бар, сосын салауат та бар. Бірақ ғалымдарымыз айтады, мына қалған зікірлер бар емес пе? Бес намаздан кейін айтатын жалпы субханалла, Аллаху акбар, альхамдулилля. Олардан да үлесің болсын. Олардан да құр қол қалма дейді. Арасында не істеп қой? Субханаллахын 100 айтып қой, анадан 100 айтып қой. Бірақ салауатты тоқтатпай айта берсең, ода да орындала береді деген екен. Зікір, салауат бірге кете береді. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.